Атым Ержан Баймырзаев Ержан Сердалыұлы 1991 жылы дүниеге келгем. Ордабасы ауданы Төрткүл елді мекені Еңбекші ауылында. Әркім өзінің оқыған мамандығымен кетпейді ғой, бірақ өзіміз өз кішкентайымыздан істеп келатқан осы даланың егістікпен айналысамыз. Бізге дейін әкеміз айналысқан, соны кішкентайымыздан көріп өскеннен кейін өзімізге осы кәсіппен үйреніп қалғанбыз, басқаға ыңғайымыз келмегеннен кейін. Енді айдалуынан басталады ғой, обработкадан енді. Сол айдалуынан, одан кейін оның қалай барана нелері істелуін, суарылуын, одан кейін оны қарай егістікке дайындау, егу, шиттің қанша тасталып жатыр, қандай жерге тасталып жатыр, соның бәрін қадағалап отырамыз. Алдындағы қыстай айдалған, одан ерте көктемнен бастап суарылған бәрін далаға кетіріп алмас үшін, соның бәрін қадағалап отыру керек. Рамазан Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл мақта шаруашылығы саласындағы қызмет етіп тұрған толық циклді кәсіпорын. Егіс егу мен мақта жинаудан бастап, оны өңдеп, дайын өнімді сатуға дейінгі жұмыс жолға қойылған. Дайын өнім ішкі нарыққа және шетелдерге сатылады. Мына жердің өзі көлем 250 гектар. Бұл жерге қазір уже 3 жылдай болды, турецкий дақылдан егіп жатыр. Турецкий тұқым. Ұрықтың өзі жер таңдайды ғой мысалға. Сол өзі ем-10 деген осы жерге жерсінген сол болды да. Елен бірақ пробаға бір алғашқысын 50 гектар жерді Рамзес деген тұқымын көріп жатыр. Былтыр келген, былтыр өзіміз аз-маз егіп көргенбіз. Қандай болатынын көргенбіз. Соны енді биыл нақада қосып көріп жатырмыз. Байқаласа. Тек мақта, мақтадан басқа ешнәрсе егілмейді бұл жерге. Толық мақта егеміз, өзіміздің айналысатын саламызда сол, кішкентайымызда көріп өскенімізде сол мақтамен айналысамыз. Балапанды күзде сана дейді ғой, сол кездегі қаңбағыңды ең соңында жинап атқан кезде результатын көрсетіп атса, істеген еңбегің, еккен мақтаң центнерін беріп атса, сол өзің қуанышты көңілді жүресің сол кезде. Әйтеуір еңбегің, істеген еңбегің көрсетілгеніне да, ақталып жатқанына. Ол жер сонша қыстан бастап істеліп, күзгейден күтіп қараған нәрсең центнері аз болып, ойдағыдай болмай атса, ол кезде көңіл күй болмайды. Былтыр енді қуанышты болдық өзіміз. Күзде тергенімізде 4 жектен толып отырды. Анау жондыр техникасы бар, 4 жектік. Сол 4 жектікті мына басына барады 1 бүңгір, мына басына келеді 1 бүңгір, гектарына 4 бүңгірден алып отырдым. Мен сол кезде енді көңіл толды. Ауыл шаруашылығы жерінің жалпы алаңы 700 гектар. Компанияда 80-нен астам адам жұмыс істейді. Өндірістік тиімділікті арттыру мақсатында кәсіпорын Бәйтерек холдингі компаниялар тобына кіретін Қазагро қаржы акционерлік қоғам арқылы мемлекеттік қолдау шараларын белсенді түрде пайдалануда. 40-тан астам ауыл шаруашылығы техникаларын сатып алуға қаржылай қолдау тапқан. 2 ұл 1 қызым бар. Сол енді бізден основной егістік жермен айналысқан екен, азында ерте кетеміз, кешке барамыз. Әйтеуір бала шағаның несібесі. Ол да қазір енді оңай емес, ол тірлігіңді істемесең, үйде жата берсең, ол бала шағаны кім асырайды. Көргелі істеп жатқан осы жұмыс, өзіміз әйтеуір көңілімізбен, ынтамызбен, шын жүректен істейміз, осыған үйренгенбіз. Мысалға, осыған да мен мақтан қылам. Істеп жатқан тірлігіміз, мысалға, жылдан жылға әйтеуір центнер бана мақтамыздың центнер асып, әйтеуір соңында бір результатын көріп жатқан кезде бір қуанышты боламыз. Шүкір әйтеуір тапқанымызды әйтеуір бала шаға қызықшылығына жұмсап, осы нәпақамыз тауып жатырық осы жерден.